Күнімен тұрған таң асып, тобылғы меңді торымен, сән салтанатым жарасып, сал серілердің жолымен, сарадырларды бетке алып, салқын самалын төске алып, ауған бөкендей топталып, соңымда қара қос қалып, сәрсенбі күні сәскеде, қозғалсам шіркін орнымнан, күнімде қоймас сестене, айымда туып оңымнан, кес-кестеп жолдың көлденің, өденілдерім жорғалап, бетлейдің жені тербеген бетегелерім жол қарап, қолқытып әнді тулатсам, қалақ домбырамды қолға алып, қарағайларды шулатсам, тектілік тамыр алсын, шырқалып тағы даусым, халқым қабыл алсын, қазақтың бағы жансын мәңгі, басқалар танып алсын. Қарасаңыздар, бүгінгі кешегі оның алдындағы жүрген жерлер жүріп өткен атты. Біреуі бір демалыс үшін, жай бір көңіл көтеру үшін ona болуы мүмкін, солай көрінуі мүмкін. Бірақ мен осы жерде түсінгенім, біздің мынау Алтай мен Атыраудың ортасын Сарыарқаға жетісуды соған қайыр аймақты біздің ата бабамыз осы атпен жүріп тұрады. Біз жаңа 2 күн жүрдім. Bir жыл атқанын көресің. 2 күн жүргеннен кейін кішкене шаршап қалдым да. Атымға жатты деген сияқты ғой. Ойлаңыздар, сондай үлкен аймақты атпен қорғап қалған біздің ата-бабаларымыздың осындай сақтап кеткен жерін, бізге қалдырған жерін біз қадірлеу керекпіз. Шынымен де осындай атпен жүрсеңіздер, көрсеңіздер, олардың жүрген жолын оларды бағалап қадірлейтіндеріңізге сол сенемін. Жай айтқан кезде мүмкін бір паршасына болып көрінеді. Рухсыз жүріп жүріп берсеңіздер сезесіздер. Берік аға, рахмет.